Senin вообще оқымайтын класстастарың. Мен. Сөйтті де Манас әжесіне құрт апарып берді. Манас, диктанттың ішінде құрт тасып жүр дейсің ба? Манас деді ғой ішінде жаңа. Машин болмайды. Айтпа жыныс. Апай мектепке пугач әкепті. Жынысың ба? Туалетке барып келейінші. Медет мәдениетті түрде сыртқа шығып келейін деп айтсай. Ой, апай, сыртқа шығып келейінші онда. Не істейсің сыртта? Туалетке барам. Балалар бүгін диктант жазамыз, екі парақтарын дайындаңдар. Жат маңында екі парақ беш. Қошу өзіңдікіне алса керек. Мен ортасына өтіп кеткен просто. Апай, мен анасының қасына отпаймын, шығып кетті. Ей! Қой шабы. Мектебім сағынышым